Өткен күндер, тірліктің тәтті күйін шерткен күндер, қуанышта, қайғыда шеккен күндер, көңілден өсер, жауынын төккен күндер, қайран өткен күндер. Иә, өн бойы сап-сары сағынышқа, ескірмес естелікке толы өткен күнде өшпес белгі бар. Кейбір уақыт өте солғын тартса, енді бір алыстаған сайын биіктей түсетін таулар тәрізді. Алайда бір тәтті сол ананың жолы, кешкен күйі, айтқан сөзі, салған ізі. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлуші едің жан жақты. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамын езеуреген көзіңді, жүре алмаймыз бұл тағдырға бағынбай. Деп біз бүгін тірлігімізде тапжылмас тұс бағдарымыз болған шаңырағымыздың ұйытқысы, бүкіл өмірін балаларына арнап, өмірлік серігіне адал жар, немерелеріне сүйікті әже атанған анамыз Кенжахметова Майра Сүндет қызын сағынышпен еске алмақпыз. Бағындым ғой, өзіңді мен анажан сағындым ғой. Көңілдің мұңын, жүректің үнін естимісің аялы ана. Көңілдің Барлық балам болсы екен деп қасында, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе де бем ғасырға. Жүрегі мейірімге толы, аналық махаббатымен тұтас бір әулетті тербеткен, көңілі дария, өмірі шежіре анамыз, бала шағаларымен құда жекжат, ағайын туыс арасында сыйлы, қадірлі, әз ана танып, 80-нің сеңгірінен асып, 90-ға таяған шағында, мына пәнеден бақилыққа аттанып, кете барғанына міне биыл 1 жыл толды. Жан едіңіз, ел жұрт тегіс таныйтұғын жақсы деп, отырушы едіңіз бәріне де бақ тілеп. Мына біздер өзіңізден өмір сырын үйрендік, жүрміз айтып балаларға, бізді осылай бақты деп. Бүгін біздер еске аламыз тағда бір жиылып, сіздің салған жолмен жүрміз бөтеністен тыйылып. Мекеніңіз жұмақ болсын, жайлы болғай жатқан жер, деп бүгін біз дұға қылдық бір Аллаға сыйынып.